Kızlar, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Бүгін тіс емдетуге барамын. Тістерімді емдетуім керек. Осыдан бір ай бұрын барған болатынбыз. Біздің өзіміздің семейный стоматолог бар. Ол жақта жасатамыз тістерімізді. Негізі Түркияда тіс емдеу өте қымбат. Ол жақта тіс емдетудің негізі керегі жоқ. Енді менде аяқ астынан болғаннан кейін Қазақстанға барып жүруге уақыт жоқ. Қыстың айында, сондықтан да осы жақта жасатуға тура келіп тұр. Негізінде егер мүмкіндік болып жатса, Қазақстанға барып тіс жасатып келу керек. Енді мына жерде сынып қалған болатын. Үш рет мына жерге пломба отырғыздық, бірақ үшеуі де түсіп қалды. Маған врач айтты, бұл енді пока қоймау керек, өйткені қанша қойса түсіп қала береді, әр қойғанда еще ақша алады олар. Түсіп қалса да олардың несі емес, ақша алады. Сондықтан да пока қоймаймыз деді. Шашымды әлі бояған жоқпын. Негізі краска алған болатынмын. Палет деген краска алған болатынмын. 4 деген номермен. Кофе. Черный кофе. Темный кофе деген. Ол бояуға уақыт болмай жүр. Уақыт болмай жүр емес, ерініп жүрмін. Шашымды кескелі берен бүгін таңертең ұшқа түсемін. Шашым пока осындай болып тұр. Ешқандай пока не істеп жатқан жоқпын. Укладканы істеп жатқан жоқпын. Негізі укладка жасауға да пара қалып қалған мынандай. Бірақ бұған да ерініп жүрмін, былай айтқанда. Кішкене ана ұштарынан былай не істеймін енді. Осылай. Максимум осылай фенмен. Бірақ енді мендегі фен кәдімгі обычный фен ғой, онда укладкаға арналған фен емес, сондықтан да укладка жасамай тек қана кептіріп осылай жүрмін. Сағат 1-ге жас болған жолдасым бізді стоматологқа. Ол жерден ол районға кету где-то бір 45 минуттай уақыт алады. Сондықтан да где-то 11-лерден өте шам, еще жаңбыр жауып тұр. Деринкамен бірге барамыз. Деринканы коляскаға салсам, бір жағынан зонтик ұстайтын болсам, қалай болар екен деп ойлап отырмын. Может, колясканы алмайтын шығармын, тек зонтикпен, деринкамен өзіміз баратын шығармыз. Еще 2 пересадка, автобус, одан кейін метромен барамыз. Автобуспен енді 20 минутта барамыз, метромен 10 минутта барамыз ғой. Пока жүріп ол жерге жеткенге дейін 45 минут өтеді. Ондай жағдай. Арманды садикке жібердім. Апасы жұмысқа кетті. Біздің жұмысымыз кофемді ішіп алдым. Енді бұйырса кішкене үйді жинастырып, ары қарай стоматологқа барып келеміз. Келгеннен кейін не болды, не қойды айтатын боламын. Кішкене сіздерге де көрсететін боламын. Менің шашымның әдемі болып көрінуінің себептерін осы кісілер шампунь өткенде қыздар инстаграмнан шашым жылтырап тұрады, не қолданасың деп сұрағанға көрсетіп жатырмын да. Менде особенно ештеңе қолданбаймын, тек осы шампунь, LCF, постоянно бірақ LCF қолданамын. Осы LCF, одан кейін менде маска, кератиновый маска, пантиндікі. LCF-тікіні қолдандым, пантинді уже екіншісін қолданып жатырмын, тоже ұнады, кератиновый маска. Маска ретінде де әрі крем ретінде де қолданам. Шашымды жылтыратып, жұмсартып тұрады. Одан кейін менде масло, май. Бұл жерде бетке де қолдануға болады, жағуға болады, денеге жағуға болады, және шашқа жағуға болады. Мен тырнақтарымның ұшына да қолданамын. Өте керемет, есі де өте керемет. Негізі шаштың ұштарына жағып қойсаңыздар, есі де керемет тұрғандай бір ванильный иіс. Одан кейін менде серум, Urban Care'дің осындай серумы, шашты түскенге арналған. Қатты пайдасын көріп жатырмын деп айта алмаймын енді. Может, сосын болар результат. Ол енді шаштың ұшына түбіне жағылады. Шашты жуғаннан кейін кептірмей тұрып түбіне жағып, кішкене массаж жасап, одан кейін шашты кептіру керек. Осы менің шаш күтіміме арналған. Басқа особо ештеңе қолданбаймын. Осылар ғана. Қазір сағат бізде 10 болды. Мен 11-ден өте шығуым керек, сондықтан да кішкене легкий сондай макияж жасаймын, көп емес. Мына менде кәдімгідей увлажняющий крем. Негізі макияж көп жасамаймын, тек қана сондай алға шыққан кезде, сол кезде ғана жасаймын. Легкий жағып алдым. Енді қазір менде мынандай турецкий бренд Flormar деген осындай BB кремді жағамын қазір. BB кремді жағып алдым. Енді менде Maybelline New York'тың осындай туш. Тушты жағамын. Менің кірпігім өте қысқа. Сондықтан да міндетті түрде туш жағуым керек. Енді бояп алдым. Қатты білінбесе де осылай ыңғайлы. Мен көзімді боямаймын, негізінде бояу керек. Бірақ қалай бояу керек екенін білмеймін көзді. Бір жағы үлкен, бір жағы кішкентай болып қала ма деп, позор болмайын деп ұялып жүрмін. Негізінде көз бояйтын палет алу керек. Оны да бұйырса аламыз. Кірпігімізді бояп алдық. Енді артынан ондай өнімі бар.
Шынандай розы бірақ ашық та емес, koyu da емес, жөнді осындай түс. Сосын мындай кішкентай мини помадалар аламын. Бір пачканың ішінде 6 түс тұрады. Біз дайынбыз шығуға. Үстіме осындай, мынау ішіндегі кофта, өйткені дубленка менде өте қалың, сондықтан да кофта кидім, жеңі жоқ, джинсы шалбар, аяғыма кроссовка кидім. Жаңбыр кішкене жауып тұр, сонда да кроссовка кидім аяғыма. Көреміз енді. Деринка, қарашы маған. Деринкаға да осындай куртка, джинсы шалбар негізі. Өткенде алған сумкам жақсы болды. Ішінде су бар. Деринкаға запасымда осы шалбар алдым, носки алдым. На всякий случай деп. Мына жерде кошелек бар, анау мынау, влажный салфетка бар, бәрі бар. Осы зонтигімді алып алдым. Осылай біз шықтық. Takılma derin. Yanıma gel, yanıma gel. Келдік, сағат қазір бізде 3-ге 10 минут бар. Шай демдеп алдым өзіме. Мына жерде Мелиса деген шөп бар. Кәдімгі релакс шай. Соны демдеп алдым. Ол шай сияқты біздің жұмыртқа қуырдым. Мына жерде сары май, лимон, аштық, қымыз сияқты деген ғой. Қазақстан алған деген мына жерде брынза бар. Сен алдық жолдан, нан алдық ыстықтан. Қарнымыз ашты, потому что таңертең ештеңе ішкен жоқ едім. Тісім жасатамын деп, онымен тісім жасаған жоқ, кішкене тағы күту керек деді, содан кейін жасаймыз деді. Қазір кішкене қарнымызды тойдырып шайын ішіп отырмын. Стамбулда негізі қыс қатты болмайды, бірақ бұл жылы суық болады деп жатыр. Шынымен де былтыр, например, Арман перчатка ондай қаламайтын, биыл перчатка алып бермаған деп жатыр. Өйткені біз вообще қыста перчатка кимейміз, өйткені қар жоқ, прям андай аяз жоқ. Онда перчатка өзімізге де алмаймыз, балдарға да алмайтынбыз. Енді Арман кеше парта ойнаған кезде перчатка алып бермаған деп сөйтіп отыр папасына. Балдарға перчатка алу керек. Біз өзіміз қатты ондай тонбаймыз ғой. Сондықтан да биыл Стамбулда қыс қатты болады деп жатыр. Көреміз енді, ертең январдың ортасында қар жауады деп жатыр. Бұйырғаны болар. Тіске барып келдім. Арманның да тісі уже шіріп бастаған. Онда сөйлескен едім, детскийге қармаймын дейді балдардың тісін. Жақсы бір врач бар еді, стоматолог, детский, соның номерін алып келдім. Бүгінге осы тамақ жасамадым, өйткені кеше сопа жасап қойғам. Сол сопа мен өзім күйеуім жемесе, мен өзім тамақ жемеймін. Негізі кешке осындай нанға бірдеңе жағып жесем, мен уже тойып қаламын да. Сол үшін кешке тамақ онша қатты жей бермеймін. Күйеуімнің асқазанын мындай камерамен қарап бірдеңе істемеп жатыр. Короче, оны атын ұмытып қалдым. Соған ертең четверг күні больницаға барып, асқазанды камерамен бірдеңе істеп, кәдімгі медицинский атын ұмытып қалдым. Сондай болады. Сондықтан да тамақ ішпеу керек, тек қана сорпа іш деген. Соған бір кастроль тауық сорпа жасап қойдым, ішіне кішкене мелко бермешелер салып, өзіміз де соны ішіп жатырмыз. Балдарға өздерінің жейтін тамақтарын кішігірім солай жасап беріп жатырмын. Сондықтан да 2-3 күн тамақ жасамай рахат болды.
сол сорпаны беріп отырамын. Негізі тамақ мынандай қатты тамақтар, кәдімгі тіспен шайнап жейтін тамақтар жеме деген четвертке дейін. Сол үшін де тек қана сорпа ішеді. Мендегі бүгінгі жаңалықтар осы. Бүгінгі влог осымен тәмам. Мені қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Қолдауларыңыз үшін үлкен рахмет. Лайк басыңыздар, егер сіздер үшін қиын болмаса. Өйткені менде 100-150 просмотр болса, лайк 8 ғана, 9 ғана лайк бар. Сонда осы видеоны просто так қарап, енді полный қарамаса да, соңына дейін қарамаса да, кішкене 2 минут қараса да лайк басып кету қиын емес деп ойлаймын. Сондықтан да лайк басып кетіңіздер. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп кетіңіздер. Әрі қарай әлі блогтарымыз көп болады, Стамбул жайлы, түріктердің өмірі жайлы қызықты блогтар көп болады бұйырса.